Сәлем достар, барлықтарыңызға. Бүгін біздің қарастыратын есебіміз үшбұрыш тақырыбына арналады. Қабырғалардың ұзындықтары 4 және 6, ал олардың арасындағы бұрыштың тангенсі 0,175-ке тең екендігі белгілі болса, үшбұрыш ауланы табыңыз дейді. Бірінші үшбұрыштың суретін салып алайық. Бізде үшбұрыш мынандай бір үшбұрыш берілген деп айта берейік. Например, бізде бір қабырғасы 4-ке тең, екінші қабырғасы 6-ға тең және арасындағы бұрыштың тангенсі берілген, ол 0,175-ке тең. Ең бірінші ойыма келіп тұрғаны үшбұрыш ауланы табатын ең қарапайым формула, ол 2-ден 1 А қабырғасы көбейтілген Б қабырғасы және оның арасындағы синус альфа. Бізге не берілген? Синус емес, тангенс берілген. Тангенс арқылы синус қалай өрнектейміз? Тангенс альфа дегеніміз 3/4 қатынасында бізге берілген қазір. 3/4 тангенс альфа осыған тең. Тангенс деген бізде синус альфаның косинус альфаға қатынасын береді. Дұрыс қой, осы жерден синус қалай табамыз? Бұл енді өзімнің лайфхагым десе де болады. Синус альфаны ұзақ жолмен табуға болады және осындай бір оңай жолмен табуға болады. Байқаймыз, синус альфа неге тең болып тұр қазір сізде тұрған? 3-ке тең. Значит, алымда 3 жазамыз. Ал бөлімде осы 2 санды квадраттап қоса салсақ болады. Болса, 3-тің квадраты қосылған 4-тің квадраты қанша болады? 3-тің квадраты 9, 4-тікі 16, қосындысы 25. Түбір астынан 5 шығады, сонда синус альфамыз 5-тен 3-ке тең. Енді әкеліп формула сала қоямыз. Үшбұрыштың формуласы 2-ден 1 А қабырғасы бізде қазір міне. Мынау Б қабырғасы. Екіншіде қарастырайық. Сонда А дегеніміз 4, Б дегеніміз 6, арасындағы бұрыштың синусы 5-тен 3-ке тең. Осы жерде 2 мен 4-ті қысқартайын. 2 қалады, 6 2 12, оны 3-ке көбейтетін болсам 36, 36-ны 5-ке бөлгенде бізде шығады 7,2. Есептің жауабы дағды шықты. Сонымен есебіміз тәмам. Келесі кездескенше.